Қымбатты көрермендер, біз бағдарламамызды жалғастырамыз. Бүгін бізде студиямызға қонақтарымыз келіп отыр. Олар жас әнші Ақылбекова Анель және оның ұстазы Батырбек Сәрсенбек. Сәлеметсіздер ме? Қош келдіңіздер. Ассалаумағалейкум. Таңды қалай атырдыңыздар бүгін? Қайырлы таң. Жалпы Анельді жас әнші екенін білеміз, ұстазы да келіп отыр екен бүгін. Анель, жалпы музыкаға деген қызығушылығыңыз қанша жаста оянды? Неше жастан бастап осы саламен айналыса бастадыңыз? Музыкаға деген қызығушылығым 4-5 жасымда басталды. Ең бірінші өлең айтқан өлеңім ол әнұран. Балабақшаның алдында әрдайым тұрған кезде әнұранды айтатын. Яғни одан кейін мектепке бардыңыз, сол уақытта басталды ма, яғни үйірмелерге бара бастау түрлі музыкалық, әлде неше жаста басталды? Бірінші сыныпқа барғаннан бастап Батырбек мұғалімге жігер клубына бара бастадым. Жалпы мұғаліміне сөз берсек, Анель алғашқы келгенде енді ол дайындықсыз келеді ғой, ол жаңа кішкентай жасы 6-7 ғана болды. Қазіргі енді Анель мен бұрынғы Анель салыстыруға келе ме? Жалпы енді бірнеше жылда қазір үйренді, кішкене шарықтады, шыңдалды деген сияқты. Әрине, осы дайындық арқылы бірталай өскенін байқап отырмыз. Енді бұл бірінші бұл Алладан ғой. Алла тағала жаңағы береді. Ондай қасиетті, ондай талантты. Жаңағы Алла бермегенді молда бере алмайды дейді. Біріншіден. Екіншіден тек сөйлейді дейді, қазақ айтады. Оның жеті атасында ар жағында тегінде болмаса, ол болмайды нәрсе. Үшінші жаңағы мұғалімге байланысты. Мұғалім жаңағы ең бастысы өнерге деген жаңағы құштарлығын ояту, жаңағы қызығушылығын ояту ең басты мәселе сол. Енді бастапқы кезінде келгенде енді көрініп тұрды. Ар жағында бар екен. Өзім мысалы үміт арттым үлкен. Болашақта өйткені біз дауыстар бөлінеді ғой. Сопрано, альт деген жаңа. Сол енді альт деген дауыс сирек кездеседі. Сол бұлай байқап қарағанда енді айтқызып көресің ғой. Сонда төменгі жаңағы дыбыстарды еркін алады да. Соны байқадым да. Диапазоны жаңағы сосын кейін ақырын дайындала бастадық. Сосын кейін диапазоны ұлғая бастады ақырын. Соның ақырын кішкентай конкурстарға қатысып жаңағы қалалық, облыстық соның бәрінен орындарға келіп атты. Бірінші орын гран-при. Бірінші орынды гран-при алады. Керемет. Жалпы Анель, енді конкурс деп жатыр, енді жүлделерін таныстырып өтсең біздің көрермендерге. Жалпы алғашқы рет, ең алғашқы рет қандай жүлде, неге мысалы конкурсқа, сайысқа байқауға бардың, сол төңіректе айта кетсең, ішкі көңіл-күй енді қазір енді бәрі өзгеріп жатыр осында да. Таныстырып өтсең жалпы. Ең бірінші конкурсым ол халықаралық конкурс. Дипломдарды алып көрермендерге көрсетсеңіз. Бұл конкурс 2016 жылға Рождественские звезды конкурсына бірінші орын алдым. Бұл облыстық? Жоқ, халықаралық. Халықаралық, Қандай ән орындадың бұл конкурста? Бұл конкурста мен Мөлдір Әуелбекованың толғау әнін орындадым. Керемет, жалпы қазір таңда қанша өлең білесің жалпы? Ән білесің, қанша ән білесің? Шамамен. Онан аса болады. Керемет. Жалғастыра берсең, тағы қандай сайыстардың орын алдың? Ең ірісіне негіз тоқталмай тұрған сияқтысың. Наурыздың басында мен республикалық конкурста весенний вернисаж, көктемгі вернисаж конкурсында гран-при орын алдым. Осы биылғы жылы 2019-да. Жалпы бұл қай қалада өтті? Осы Павлодар қаласында өтті. Павлодар қаласында өтті. Қатысушылар қалай? Жалпы әр барған сайын қазір енді балалардың вокалға деген, осы эстрадалық вокалға деген қызығушылығы артуда. Сізден мысалы ұстазда білетін шығар, сіздерге үйірмеге келгенде балалар көп келетін шығар осы салаға. Көп келеді, жалпы. Енді сайысқа барғанда тіпті, себебі енді олар жан-жақтан жиналады ғой, облыс болсын, аудандан келеді, одан бөлек енді республикалық болған тіпті
Бұл жерде енді қиын түсетін шығар. Әрине. Ол оңай емес. Не бір дайындықтармен келеді, не бір біздікі мысалы жаңағы профессионалды түрде не ұжым емес қой. Бізде қызығушылықты ояту деген секілді жаңағы кружок дейміз ғой, сондай ғой. Ал не бір жаңа мектептерден келеді, не бір профессионалдар дайындаған шәкірттер келеді. Солармен сайысу оңай емес әрине. Әсіресе халықаралық конкурстарда оңай емес. Ресейден мықты әншілер келіп жатады, балалар көріп отырасың, таңғалып отырасың. Бала ондай айта ала ма, орындала ма деп жаңағы. Соның арасынан суырылып шығу оңай емес. Негізі жүрек керек біріншіден. Ал жалпы Анельге қандай әндер жақын? Енді білеміз ғой, лирикалық, патриоттық, енді махаббат әндер әлі сізге ерте екенін білеміз. Қандай әндер? Көбінесе толғау демекші жаңағы сол төңіректегі әндер шығар әлде қалай? Көбінесе мен қазақ тіліндегі өлеңдер айтамын. Одан қай бағытта? Қандай әндер мысалы? Туған жер көбінесе тақырыпта? Туған жер, елім туралы. Керемет. Жалпы көңілді әндерді жақсы көреді негізі. Мен берем ғой андай патриоттық, сондай бір қиын әндерді, бірақ көңілді әндерді жақсы көреді. Керемет. Ырғақты дейсіз ғой. Ырғақты. Жалпы әлеуметтік желілерден оқып жатырмыз. Соңғы сайысыңызда ірі олжаға ие болсыз енді. Жолдама берілді сізге. Сол төңіректе айта кетсеңіз. 17 наурыз күні Үйрен, сөйлеп үйрен. Конкурс красоты Наурыз жұлдыздары конкурсында мен бас жүлдені иелендім. Бұл қайда болды? Қайда өтті? Бұл Алматы қаласында өтті. Бас жүлдеге ие болдыңыз, одан кейін сізге жолдама? Лос-Анджелес қаласына, яғни Америкаға жолдама берілді. Жолдама берілді, жалпы сіз енді осы вокал бойынша, ән бойынша бұл жерде? Керемет. Жалпы енді осы төңіректе ұстазына сауал қойсақ, жалпы енді алдағы уақытта басқа да енді жанрларда өлең айтуды жоспарлап мысалы өзгеше стильде? Енді болашақта біз қазір ән жаздыртып жатырмыз композиторға. Өз әні болу керек, шығармашылықпен жаңағы баулау керек. Өнер өз алдынан ғой, бәрін енді бала еліктеп өседі ғой. Әр өнер адам еліктеп өседі. Содан кейін өзінің бір әні болу керек. Соған қарай жаңағы жұмыс істеп жатырмыз. Жаңағы сол айта кететім, осы мына балаларды жаңағы Анель сияқты балалардың көргеннен кейін жаңағы бұлақты көрсең көзің аш дейді ғой. Сол ары қарай болашағы болсын деп жаңағы музыкальный колледжға түсіп, ары қарай жаңағы консерваторияға түссін деп жаңағы ниетіміз солай ғой. Сондықтан да биыл міне 2-ші жыл ғой, музыкальный жаңағы мектепке түсті, оқуға түсті. Сонда да мұғалім бар, оны да айта кету керек. Қазір енді бір мұғалім емес, 2 мұғалім болып дайындап жатырмыз. Сондықтан ол кісіге де көп рахмет. Міне оларда енді бір балаға уақыт көбірек бөлінеді. Бізде енді бала көп болғандықтан бізде сонша уақыт көп бөліне қоймайды. Біз енді шыны керек, жаңағы талантты балаларға өзім уақыт көбірек бөлімді. Өйткені олардың болашағы бар. Соларға кішкене уақыт көбірек бөліп, солармен кішкене көбірек дайындалып, ертеңде ұялмай жаңағы шығатындай. Сол. Қымбатты көрермендер, біз бағдарламамызды жалғастырамыз. Естеріңізге сала кетейік, бүгін бізде студиямызға жас әнші Ақылбекова Анель және оның ұстазы Батырбек Сәрсенбек келіп отыр. Сұхбатымызды жалғастырсақ, жалпы Анель, отбасыңызда жалпы әнмен айналысатын, ән айтатын адамдар бар ма? Мысалы, ата-анаң мүмкін бар шығар. Музыкаға неден жақындығын деген ғой? Музыкаға жақын менің анам, себебі көбінесе тойларда біз бірге ән айтып билейміз. Яғни анаңның дарған қасиеті. Мүмкін оған дейін де болған шығар, бірақ енді бүгінде сені жетелеп жүрген, шын мәнінде анашың? Бұрын әжем де өлең айтып жүрген. Ән айтқан. Солардың көзін көріп, қазір бүгінде сахна төрінде жүрмейсің ғой. Жалпы енді осы сайыстарының ішіндегі ең қызықтысы, ең көңіліңе жақын немесе ең ауыр түйген сайыс қайсысы? Бұл Алматы қаласындағы Бақ тегін сен бала күндердің конкурсы. Мен бұл конкурста Дана Махамбаевамен бірге ән айтып, осындай сертификат алдым.
Қандай өлең орындадыңыздар? Бақыттың құрбылар. Және бейнебаян арасында айтып жатырмын, Дана Махамбаеваның Үлгі тұтасыз. үлгі тұтасыз. Не себепті? Соны айтып өтіңізші. Жалпы Себебі- енді білеміз, айта кетейікші, қымбатты көрдім. Дана Махамбаева дегеніміз ол белгілі әнші, Әділ Сламханның жұбайы, екеуі дуэтпен айтады, жеке де айтады. Енді біреулері білсе, біреулері білмейтін шығар, енді сол төңіректе айтып жатырмыз. Жалғастырсаңыз, кешіріңіз. Ол атақты әнші, және де оның өлеңдері де маған қатты ұнап, мен оны тыңдай бастадым. Ол маған оның өлеңдері осындай бір шабыт береді десем болады. Дауыстары жақын деп айттыңыз, сіз жаңа? Дауыстары жақын болғандықтан да балам дауысы енді альт қой. Дана Махамбаева да альт жаңағы. Сол дауысы ұқсағаннан жаңағы дауыс келгеннен кейін бала айтады да жаңағы. Сопрано болса бәлкім дауыс келмейді, бала айта алмайды да. Ал мынау өзіне жақын оңай келеді да өзіне. Содан кейін ол қызығушылық содан да оянуы мүмкін да. Сол альт енді болашақта енді бір Қазақстанның бір жақсы мықты бір елге танымал, әлемге танымал әншісі. альт болса екен деймін, альт неменесіндегі әнші болса екен деп. Керемет, жалпы Анельден басқа шәкірттеріңіз бар ма? Аллаға шүкір бар енді. Бірнеше шәкірт дайындадым, жаңағы республикада да, жаңағы халықаралық конкурстарда да орын әкеліп жатты. Олар қазір колледж бітірді, кейбірісі Астанада несін қазір жұмыс істеп жатыр. Үлкен дәрежелерге жетіп жатыр. Ары қарай енді әншінің болашағы ол негізі өнер адам енді оқу керек, әр нәрсені оқуы бар ғой. Сондықтан да мына колледжға түсу керек, колледждан кейін ары қарай консерватория немесе мынау академия бар. Сонда барып түсіп оқу керек, білім алу керек жалпы. Яғни, музыка болсын, қай салада болсын, жетілу керек, шыңдалу керек себебі. Шыңдалу керек, Ал енді Анель, жалпы менің ойымша қонаққа де сұрайтын уақыт, одан кейін сұхбатымызды жалғастырамыз. Жалпы ән айтып берсеңіз, өзіңізге, жүрегіңізге жақын, қымбатты көрермендеріміздің біздің таңы нұрлы болсын деген себептен енді бір ән айтып жүрсеңіз. Жалын атқан жанарыңды, жүрегіңді аңғатқан, ұнаттым мен бірақ күннен көңіліңді сыр жатқан. Ерендеттің түндәтін үлбіреген үніңмен, сен мен үшін жұмбақсың, жауап бермеген. Ұнайды маған еркелеткен сөздерің, ұнайды маған жалын атқан көздерің, ұнайды маған бір өзіңмен сырласқан. Ұнайды маған. Керемет, рахмет. Жалпы кімнің әні? Мархабат Саби, Қандай ән? Ұнайды маған. Ұнайды маған әні, Осы бағыттағы әндерді ұнататын сияқты, осы қазіргі эстрада, қазіргі заманауи әндер, басым бөлігі, Таңертең негізі ән айту оңай емес, распевка жасалмаған. Тамақтың, дауыстың ашылмауы көрініп тұр. Жалпы керемет. Жалпы осы ретте бір сайысқа қатысу үшін бір өлең дайындайсыздар. Бір ән дайындайсыздар. Оған қанша уақыт кетеді? Егер жақсылап дайындалсаңыз, бірталай уақыт кетеді негізі. 2-3 ай кем дегенде кетеді. Өйткені жаңағы мына дикция дейміз ғой, сол үйрену керек. Ана әріптеріне, бәріне. Содан кейін тыныс алуы бар. Содан кейін жаңағы оның бәрін вокалды бір алып қойғаннан кейін екінші жағы ол жаңағы артистік. Ол жаңағы биші дайындау керек. Қасында біз енді вокал жағын білсек те би жағын, өнер жағы ол басқа сала ғой. Содан биші дайындалады олармен, жаңағы әншімен. Сосын оның бәрін қосып жалпы бір көрініс секілді бір көрсету керек. Ол да бағаланады, әр нәрсе бағаланады. Сосын кейін ол киімі бар, оған жаңағы қандай киім алу керек. Оның бәрі ақылдасып шешілетін дүние. Содан кейін жаңағы жюри отырған кезде, мысалы 12 жюри отыруы мүмкін, 9 жюри отыруы мүмкін, соның бәрін бағалайды да жаңағы. Содан кейін өзінің жаңа бағаларын береді. Сол бағалардың жаңағы қосындысынан несі шығарылады, нәтижесі. Кім жеңді, кім нетті. Сондықтан да біраз уақыт кетеді енді. Жалпы енді сіз енді ұстаз ретінде Анельмен кейде келіспейтін сәттеріңіз бола ма, Сіз мысалы әнді таңдап берсеңіз, Анель жоқ, мен бұл әнді айтқым келмейді, мен өзіме жаныма басқа ән жақын деген сондай кездер болды ма?
Жоқ, енді мына мінез болу керек дейді ғой адамда. Мінез болмаса, ол енді ынжық болады адам. Әр адамда мінез, бірақ ол мінезді тәрбиелеу керек. Сондықтан да Анельдің өз мінезі бар. Кей кезде келіспей қалатын жеріміз болады енді. Істе деген нәрсені істемейді, иә, кей кезде болады енді. Мойындау керек оны. Мойындау керек, иә, оны, иә. Өзінікін істегісі келеді. Өзінше ойлайды осы дұрыс па деп. Бірақ енді сырттан қарап тұрасың ғой. Келмей жатқан. Содан кейін айту бір орайын тауып бір шешімге келесіз. Бір шешімге келеміз ақырын. Керемет. Жалпы енді жас өнерпазымыздың алдағы уақыттағы жоспары қандай? Енді жоспар осы міне Америкаға барайын деп отыр ғой, Лос-Анджелесқа. Енді жағыз Павлодардың атынан емес, бүкіл мына республикамыздың атынан міне өтіп отыр. Сонда барып жақсы өнер көрсетсе екен деп ниеттеміз. Қазақтың қызы қандай екен, бүкіл әлемге паш етіп жаңағы. Қаншама профессионал жюрилер отырады әлемдік деңгейдегі. Сонда енді жоқ дегенде енді үшінші орын алса деп ойлаймын. Бірақ енді бас жүлдені алса деп тілеймін енді. Дұға жасаймыз енді бір Алладан. Бірақ енді соған енді дайындық. Енді екі жақтан өз мұғалім бар жаңағы музыкальный школада жаңағы өзіміз бар жаңағы дайындап. Сол енді бәріміз жабылып енді бірдеме қылатын шығарамыз енді. Жақсы. Жалпы енді бейнебаян арасында айтып жатыңыздар, Алматы қаласында өтетін бір сайыс бар екен. Мамыр айында, иә? Соған тоқталып өтсеңіз, Анель. Бұл конкурс Beauty Kids деп аталады. Ол 19 мамыр күні республикалық конкурс. Сол конкурста енді өз талантыммен бірінші орын алсам дейсіз. Алғашқы орын алсам, иә. Одан кейін тағы да сайыстардан бірінші орын ала берсем дейсіз ғой. Әрине бұның бәрі қалжың болғанмен енді расымен де осылай біздің өміріміздің атын шығарып жүре бер енді осылай. Бұл енді расымен де даусың енді керемет екен. Ал енді ұстазы мен оқушысына біздің енді ұжымның атынан жалпы енді шығармашылық табыс тілейміз. Алдағы сайыстарда шынымен де бас жүлдені иелен, сенің аса керемет қабілетің бар.